Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Бүгін ұйымдастыру кезеңіне арналған тың әдіс тек 1% жауап бере алатын әдісті ұсынамын. Яғни оқушылардың тек 1% ғана бұған жауап бере алады. Сонымен кеттік. Мұндай тапсырмалар оқушылардың логикасын, шығармашылық ойлауын және көңіл күйін көтеруге тамаша әдіс болып табылады. Олар сабақтың ұйымдастыру кезеңінде психологиялық сергітуге және сабаққа дайындық жасауға керемет жарайды. Төменде осындай мысалдар келтірілген логикалық әрі көңілді сұрақтар. Сұрақ: А пунктісінен бір үйір жылқы, Б пунктісінен бір үйір жылқы бір-біріне қарама-қарсы шауып келеді. Сонда не болды? Әрине, жауабы түк көрінбейтін шаң болды. Келесі сұрақ: екі шопан бір қойды бөлісе алмай жатыр. Қасынан ауылдың ең ақылды қариясы өтіп бара жатып, қойды әділ бөліп берді. Қалай деп ойлайсыңдар деп оқушылардан сұрайсыз. Қария қойды өзімен бірге алып кетті дейді. Әрі күлкілі, әрі шынымен де ойланарлық жауап. Бір адам атқа отырып жаяу кетіп барады. Бұл қалай? Ол әрине шахмат тақтасындағы ат фигурасымен ойнап отырған адам. Келесі: теңізде жүзіп келе жатқан 3 қайықтың әрқайсында 3 балықшыдан бар. Бірақ балық аулауға ешқайсысы шықпайды. Неге? Өйткені олар ойыншық қайықтар. Келесі: бір ауылда тек бір шаштараз бар, ол барлығын тегін қырқады. Бірақ өзінің шашын қырмайды. Бұл қалай? Жауап: шаштараздың шашын басқа біреу алады. Мынау енді сәл оңайырақ. Сұрақ: күй, саз, ән сөздерінің байланысы неде? Әрине, қазақ халқының мәдениетінде. Келесі сұрақ: сын есім жоқ, зат есім мол. Бұл әрине көптік жалғаулар. Бір жерде 3 қарбыз бар. Қарбыздарды бірде 2 бөлікке қалай бөлуге болады? Жауап: бір қарбызды емес, барлығын кесіп, әрқайсының жартысын 2 жаққа бөліп тастау керек деген сияқты. Сұрақ: егер 3 тауық 3 күнде 3 жұмыртқа табатын болса, 12 тауық 12 күнде қанша жұмыртқа табады? Әр тауық 12 күнде 12 жұмыртқа табады. Барлығы 48 жұмыртқа. Сұрақ: бір сан бар, оны көбейтсең де бөлсең де сол санның өзі шығады. Әрине, ол 1. Адамдар судың үстімен жүре алады. Бұл қалай болуы мүмкін? Жауап: мұздың үстімен. Сұрақ: шелекте 10 литр су бар. Оны бір жерге төгесің, бірақ су азаймайды. Бұл қалай? Жауап: мұз қатырып қойып, содан кейін төгесіз. Сұрақ: сағаттағы барлық сандардың қосындысы неше? Әрине, 78. Сонымен мұндай тапсырмалар оқушыларды ойландырып, қызықтырып, сабаққа эмоционалды тұрғыдан дайындайды. Олар топтық күйде, жұптық немесе жекелей жұмыс түрінде де жүзеге асуы мүмкін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.